Құрметті Гүлбаршын Рахметқызы, балаларымызға сапалы білім мен саналы тәрбие беріп, әрқайсына мейірім мен қамқорлық танытқаны үшін шын жүректен алғыс айтамын. Сіздің еңбегіңіздің арқасында бүлдіршіндеріміз білім алып, қанаттарын қаққалы отыр. Еңбегіңіз еленіп, абыройыңыз асқақтай берсін. Деніңізге саулық, отбасыңызға амандық, жұмысыңызға табыс тілеймін. Бастауышпен қоштасып, қанаттарын қаққалы отырған тілектерімізді шын жүректен құттықтаймын. Жаңа өмірге басқалы отырған қадамдарыңызға сәт сапар. 4 жыл бұрын балам Дамирді кішкентай қолынан жетектеп, алғаш мектепке алып келген сәт әлі көз алдымда. Бүгінде сол кішкентай Дамир үлкен азамат болып отыр. Құрметті Гүлбаршын Рахметқызы, сіз балаларға тек әріп үйретіп, білім беріп қана қоймай, өмірге деген көзқарас қалыптастыра білдіңіз. Ұлының жүрегіне сенім ұялатып, әр жетістігіне қуанып, әр қадамда демеу болғаныңыз үшін сізге мыңда бір алғыс айтамын. Құрметті біздің сыныптың оқушылары, бүгінгі қоштасу аяқталу емес, үлкен арманға бастар алғашқы баспалдақ. Әрқашанда қадамдарыңыз нық болсын. Елін сүйетін, еліне қызмет ететін үлкен азамат пен азаматша болыңыздар. Құрметті Гүлбаршын Рахметқызы, балапандарымызға алғаш қалам ұстатып, алғаш әріпті үйреткен өзіңізсіз. Сізге толағай табыс тілейміз. Алдағы уақытта балапандарыңыз үлкен-үлкен биік-биік белестерден көріне берсін. Рахмет сізге. Қызым, сені құттықтаймын. 4 сыныпты ойдағыдай аяқтап, тағы бір жетістікке жеттің. Алдағы өмір жолың ашық, оқуың озат болсын. Армандарың орындалып, биік белестерге жете бер. Әрқашанда ақылды, тәрбиелі, мейірімді болып өс. Біз сенің жетістіктеріңнен қуанамыз. Құрметті Гүлбаршын Рахметқызы, бастауыш сынып баланың өмірге, білімге, айналасын тануға қадам басатын ең жауапты кезеңі. Бастауыш сынып мұғалімінің еңбегі өлшеусіз еңбек. Ол шексіз төзім мен үлкен жүректі талап ететін ерекше мамандық. Сіз осы қасиеттердің барлығын бойыңызға сіңірген аяулы ұстазсыз. Әр баланың қабілетін танып, білімге деген құштарлығын оятып, аналық мейірімге толы жүрегіңізді арнап келесіз. Сіздің осындай еңбектеріңіз үшін мың алғыс. Сізге жанұялық бақыт, мықты денсаулық, ал балапандарымызға әжелік жүректен сәттілік тілеймін. Гүлбаршын Рахметқызы, берген біліміңіз бен мейіріміңіз үшін рахмет. Әр күніңіз шаттыққа, қуанышқа толы болсын. Сізге деніңізге саулық, отбасыңызға амандық тілейміз. Ал балаларымызға тек қана сәттілік. Құрметті Гүлбаршын Рахметқызы, ұлымызға тәрбие мен білім беріп, мейірімділігіңізді арнаған үшін алғысым шексіз. Сізге көп рахмет. Құрметті Гүлбаршын Рахметқызы, 4 жыл бойы балаларыңызға білім мен тәрбие беріп, мейіріміңізді сыйлағаныңыз үшін үлкен алғыс айтамын. Еңбегіңіз еленіп, шәкірттеріңіздің жетістіктерін көре беріңіз. Сізге зор денсаулық, бақыт және шығармашылық табыс тілеймін. Қымбатты 4-ші А сыныбының оқушылары, бастауыш сыныпты аяқтап, білім жолының келесі бір биік белестеріне қадам басып отырсыздар. Осы жылдар ішінде сіздер көп нәрсені үйреніп, достасып, есейіп, жарқын сүйектер қалдырдыңыздар. Қымбатты балалар, алдағы өмірлеріңізде биік жетістікке жетіп, саналы, мейірімді азамат болып өсіңіздер. Сынып жетекшіміз Бердіғалиева Гүлбаршын Рахметқызына балаларға білім беріп қана қоймай, мейірім мен қамқорлық танытып, бағыт бағдар бергені үшін ерекше алғысымды айтамын. Құрметті Гүлбаршын Рахметқызы, баламызға сапалы білім бергеніңіз үшін рахмет. Еңбегіңіз еленіп, абыройыңыз арта берсін. Шәкірттеріңіз тек биік шыңдардан көріне берсін. Құрметті Гүлбаршын Рахметқызы, алғашқы ұстазымыз, өмірдегі ең алғашқы жан болып келесіз. Сіз балаларға тек әріп үйретіп қоймай, мейірімділік пен тәртіпті де үйреттіңіз. Сізге деген алғысымыз шексіз, әрдайым аман болып шәкірттеріңіздің құрметіне бөлене беріңіз.